Ассалаумағалейкум достар. Өткенде көбінесе енді межгород шығып жүрмін ғой доставкада. Қалада қанша табасың деген сұрақтар көп болып жатыр. Енді бүгін шығып жатыр қалада заказдарға. Әзірше бір заказ бар. Өткенде Алматыға барған кезде клиенттер хабарласты. Шымкентте Ақсукент деген жерден қалаға удобрение әкеп тастау керек. Алдыңғы видеоны көрмеген болсаңыз, төбеге ссылка қалдырып кетемін, соны көрсеңіз болады. Алматыға сол компаниядан 20-ға удобрение апарғанмын. Сол жайлы видеоны төбеге тастап кетемін. Болмаса басып көріңіздер. Сосын менің видеоларымды 93%-ін подпискасыз көреді екен да, соны подпискадан басып қойып көріңіздер. Сосын тағы бір көп қоятын сұрақ, неге тентовканың заттарын тасып жүрсің, рефке жұмыс жоқ па деген сұрақтар көп болады да. Рефке жұмыс көп, бағасын келісе алмай жатыр, жаман аз беріп жатыр рефке баға. Одан да басымды ауыртпай осындай заказдарды орындап жүрмін қазір енді. Рефке заказ аз емес, көп бағасын келісе алмай жатыр, аз беріп жатыр. Енді қазір білесіздер ғой, барлық зат қымбатшылық заманда өмір сүріп жатыр, сол үшін бағаны келісе алмай жатырмыз. Әзірше өзімнің клиенттерім бар, солар хабарласып, солардың доставкасын істеп тұр. Енді бүгін қанша табатынымды білмеймін, сол үшін видеоның соңына дейін көріңіздер. Соңында осы күн қанша ақша тапқанымды бәрін есептеп, қанша расход болғанымды бәрін есептеп көрсетіп айтамын. Әзірше бір заказ бар. Енді InDriver бар, Яндекс бар. Соның бәрін қосып қанша табатынымызды есептеп көреміз. Сосын тағы бір айта кететін нәрсе, жігіттер менен Dongfeng қалай, қазіргі китайский машиналарды сұрайды да, анау қалай, мынау қалай деп. Мен енді шынымды айтсам, оларды білмеймін. Мен өзімді осыны алатын кезде рисковать етіп алдым, былайша айтқанда. Алдын айдамаған, бұл Қазақстанға енді кіріп жатқан машиналар ғой, бұлар китайский. Әр ойланып, бер ойланып. Сонымен осыны тәуекел деп алдым. Қазірше жақсы жүріп тұр. Пробегім қазір 19 мыңнан асты. Бір айтайын дегенім, бұл қытайлар өздері машинаны не алмайды, құрастырмайды. Ол запчастарын әр жерден алады да өздері жинайды рамаға. Мысалы, мен айдап жүрген машинамның моторы Toyotаның моторы. Мотор, коробка бәрі Toyota Corolla 1.8. Кейінгі бұл 25-ші жыл, қазіргі 26-ші жыл шыққандар Mitsubishi'дің моторын қойып жатыр екен. Бір түсінгенім сондай, ол запчастарын бәрін жан-жақтан алады да өздері рамыға жинайды. Сол үшін алатын болсаңыздар, ойланбай ала беріңіздер. Ең бастысы май суын қарап, уақытында тексеріп тұрсаңыздар болды. Сосын достар, мынау TikTok парақшам, мен сол TikTok парақшама тіркеліп қойыңыздар. Басқа қалаларға барғанда мен сол кезде шығып жатырмын, қалаға кіріп жатырмын деп салып отырамын да сол моментте. Ал мына YouTube'ға оны түсірем, қалаға барып затымды апарып келем. Апарып келгеннен кейін бір күн монтаж істеймін, 3-4 күннен кейін бар видеоны салам да. Сол үшін қайда жүргенімді, не істеп жүргенімді білгілеріңіз келсе, TikTok парақшаны белгілеп кетем, астына соған тіркеліп қойыңыздар. Сода эфирде отырам. Сұрақтарыңыз болса, сол эфирде жауап берем. Сосын YouTube'да да эфир бар екен. Эфирді кәдімгі отырып, соған да кіретін болам. Енді қазір заявка жіберіп қойдым, пока эфир ашылған жоқ. Сол эфирім ашылса, сол YouTube'да да тікелей эфирде отырам. Сол жерге кіріп, сұрайтындарыңызды сұрап, білмегендеріңізді сұрасаңыздар, мен сол жерде де жауап беріп отырам. Ал келдік, өткендегі Алматыға удобрение алып кеттім ғой, сол жер ғой, сол жерден тағы келдім. 4-5 қап бар дейді, соны қалаға апару керек Шымкентке. Шымкент бұл жерден 15-20 километр. Енді 20 километр ғой. Соған апару керек. Қазір келдік, посттан өтіп алайық. Погода да салқындап кетті. Ана склад қой. Қазір шығу керек, адам хабарластын. И мынадан да заказ іздеп отырмын ғой.
реф іздеп қалды осыдан. Осында қарап отырмын. Яндексте қосайын десем, фотоконтроль сұрап тұр. Ал жүгімізді салып алдық, 4 ақ қап қой. 4 ақ қап Темірлановский шоссе 252 деген адреске алып кел деді ғой. 34 километр екен. Так, бұл қалайнан апарып тұр? Бұл бізді апарып тұр трассамен. Біз ішпен кетеміз. Қаланың ішімен кетеміз. Ал кеттік ал. Өткенде бір жігіт жазып жүріпті. Салып атқандарында түсірсей деп ше. Ондай кезде енді жігіттер қолын босамайды, шынымды айтайын ше. Ана документтеріне қол қоясың, артын ашып бересің, артын жауып бересің. Олар асығып тұрады, видеоға түсіріп жүретіндей уақыт болмайды да. Одан да өйстіп тынышы осы тез салып алып шығып кету керек ондай жерден. Болды. Ал кеттік ал енді. Бірінші заказ бүгіндікке. Мына жер болашақта жаман пробка болады ше. Тассай ғой, Шымкентте тұратындар біледі. Шымкентте деп айтайыншы, өткенде бір жазып жүріпті Шымкент деп. Мына жерден солға Тесік көпір Сайрамға, сол жер пробка болатын болған, жаман көп пробка болады осы жерден. Анау Тесік көпір бір машина сияды, бір-бірін өткізеді, сыймай қалады, жолға шығып кетеді, сосын осылай пробка болады ше. Осы жерді болашақта реттеу керек. Бір жылдан кейін, бір жылдың ішінде мына жерден пробка болады. Қазірдің өзінде басталып жатыр осылайынан жаймен. Пробкада тұрмыз ғой енді. Құротпай заказ іздеп отырайық. Заказ. Фафа не болып жатыр екен? Фафа деген сайт бар ғой, білесіздер. Содан заказ іздейміз. Қазір не болып жатыр екен? Так, Шымкент 3 тонна кетті. Обновить етіп жібереміз. Ничего не найдено. Сайт жұмыс істемей тұр, сайт жұмыс істемей тұр. Ал жігіттер келдік қалаға. Рынок Алатау дейтін жер екен. Мынадан оңға бұрыламыз. Так, мына жерден шетке тұра тұрайық. Қазір звондап жіберейік клиентке. Алло. Ассалаумалейкум. Алейкум ассалам. Брат, мынау не удобрение алып келіп тұрмын? Қандай удобрение? Беловодтан салып жіберді ғой? 200 кило ма? Иә. Болды. Алматыға бардыңыз ба? Телефонмен сөйлесіп отқанымда өшіріп тастаппын ғой, байқамай. 10 минутта келеді дейді, енді көреміз. Сағат 11-ден 5 кетті, қанша минутта келеді? Так. Заказдар не болып жатыр? Қостанай, Ақсуат, Леса, Шардара, Қостанай, Тараз. Така. Адам қызғатын заказ жоқ ішінде. Заказдар шығады, алып кетеді, ол сразу алып кетеді. Рефтің заказдары тұрады енді, алынбай. Так, Ақтау, Алматы, Арыс, Ақсукент дейді. Ақтау, Атырау, Алматы, жеңіл машина. Бұл жерде де заказ жоқ. Мынау рефке заказ шығып тұр міне, Алматыға. 10 мың теңге беріп тұр, 200 килограмм 10 мың теңге. Қызылорда. Пока тыныш. Сосын жігіттер енді айналысып жүрген жігіттер бар ғой, енді келіп атқан бұл салаға жүкпен айналысып
тасып жүргендер, соларға айтарым, жүкті алған кезде видеоға обязательно түсіру керек, міндетті түрде. Мысалы мен 4 қап артып алдым ба, ашасында көзіңді 4 қапты түсіресің видеоға. Әрқайсысын көрінетін болсын да 4 қап екен. Сосын тұрған жеріңді түсіресің, мынандай жерден артып алдым. Сосын машинаны бір түсіріп жібересің, номерін болды, қазір жүрейін деп жатырмын деп. Ол өздерің үшін. Сосын жүкті апарып түсіргеннен кейін де тура солай істеу керек. Мен жүкті түсірдім, 4 қапты түсіріп алды, мынандай жерге деп. Тұрған жеріңді склад болса складты түсіру керек. Ол отыратын ешнәрсе жоқ. Олар өзің үшін да, ол бәрі өзің үшін. Ертең бірдеңе болып қалып жатса 5 қап еді ғой деп. Неше түрлі жағдайлар болады да, сондай кезде міне видеоларым бар деп өз-өздеріңді солайынан ақтап шығасыңдар. Солай істеймін, мен постоянно солай істеймін. Өзім үшін ол. Жүк кетті. Мынаның ішінен бір ашып қою керек, бір жарты сағат иісі сіңіп қалды, жаңа удобрениемен. Анау сеткілер жатыр. Қазір көрсетемін не үшін екенін. Оны алған себебім жабайық. Оны алған себебім астына өткенде видеода астында защитка жоқ дедіңіз, оны защитка істедім ана сеткіден. Мындай қылып. Трассада тастың бәрі ұшып, майда-майда тастар радиаторға тиіп жатыр, тесіліп жатыр радиатор. Тескенде тастардың ізі қалып, соны осындай защитка істеп қойдым қолдан. Заказ іздейміз енді, отырып Яндексті қосып қоя салайық. Негізі индрайверден қарағанда Яндекс жақсы ше. Индрайверден мысалы 8.000 теңгеге заказ алсаң, барасың, жаңағындай күтесің, мысалы 10 минут па 15 минут күттім да. Оның бәрі 8.000-ның ішіне кіріп кетеді. А Яндексте оның бәрі платный болып, ожиданиемен қосылады. Сонысы жақсы Яндекстің. Ожидание 10 минут ожидание береді. Сосын болды, ар жағында 100 теңге ма, минутына сондай. Яндекс қосылды. Келіп қалып жатса, енді келе қоймайды. Шымкентте Яндекс керемет емес. Үсташ Газель Қостанай. Бүгін енді жұма ғой, жұма күні ондай заказ керемет болмайды. Аптаның басында жақсы болады негізі заказдар. Сегіз куб велосипед дейді. Мынаны көреміз ба? Оны күттір. Индрайверге ақша салу керек. Фафа не болып отыр. Өйстіп заказ іздеп отырамыз. Фафада тыныш. Пока осы енді бағасы қанша болды деген жігіттер өткенде жазып жүрді. Бағасын неге айтпайсың деп. Мен бағасын әр видеомда бағасын соңында айтамын. Видеоның қанша табыс таптым и расходыма қанша кетті. Соның бәрін есептеп видеоның соңында айтамын. Сол үшін жігіттер видеоның соңына дейін көріңіздер, соңында бәрін айтамын. Яндекстен бір жігіт хабарласты ше, жаңа WhatsAppпен жаздым, сөйлестік. Яндекс деп ол неден, Каспийден объявление қойып қойған ғой, рефрижератор деп сөйтсем, оған мопед апару керек екен. Так, адресін берді, 14 километр жерден, так, Жібек жолы ауылы деген жер бар. Бағана біз келген жерден дальше, оның ар жағына, обратно артқа қайтамыз қазір. Су жерге мопед апару керек дейді, су тимеу керек дейді, новый мопед болып тұройдың, дала жаңбыр жауып отыр, сол үшін осындай заказ шығып қалды, жақсы болды. Бағасын қазір айтам соңында, қанша келістік, қанша апардық, сөйлестік, келістік, тартыстық, жұлыстық, ақыры бір баға келістік. Кеттік, ал сол жерге барамыз. Таукехана 322, подъезжайте дейді ғой. Кеттік, ал подъезжайте болса, подъезжайте. Погода бір түрлі болып тұр, күн шығады, жаңбыр жауып кетеді, салқын болады, жылып кетеді.
что-то мен ауырайын деп отырмын. Ана жүкті артып атқан кезде жеңіл желпі шыға салып едім машинадан ше. Жоқ, мазам болды. Мұрнымнан су ағып отыр бұрқылдап. Осы заказдан кейін тоқтатам ау деймін бүгіндікке ше. Қазір көремін, барып көрейік. Болмаса жатып демалам екен, бүгіндікке жетер осы. Андай жер тұрсам, андай портер тұрдым. Примерно осындай портерлар 12 миллион тұрады. 10 миллион мен 12 миллион арасында. Осындай алған дұрыс па, или мынандай новый с нуля жак алған дұрыс па? Қалай ойлайсыңдар? Ана портердің арты будкасы кішкентай, бір 7 куб па сондай. А мына жактікі 10 куб. Мына жак алған жүкті ана портерге сыймайды. Қалай ойлайсыңдар? Өз ойларыңды комментарияға жазып кетсеңдер, мен бәрін оқимын ғой. Біреулер карис алмадың ба, біреу газель алмадың ба дейді, соған қойып атқаным ғой осы сұрақты. Короче, кеп қалдық адреске, ма клиентті как раз звондап жатырмын. Қазір сөйлесейік. Алло. Алло. Да. Салам алейкум. Алейкум салам. Братан, перевозка ма бұл? А? Перевозка ма? Я. Қазір боссыз ба? Мен келдім ғой жаңа, сен емес па, скутер ма? Я. Мен келдім ғой адреске, кел жатырмын. Оны Фиркан Ситидің артында ма? Я. Қара дарбаза да болады. Болды, міне кіріп жатырмын, міне сол жаққа. Болды, ол шығамыз. Давай. Осындай, короче, процесс. Звондайсың, анау, мынау, ми ашып жатыр ма деймін, жаңағы келісіп сөйтіп қаламыз ғой. Фиркан Сити, соның артында мына жерде складтар бар еді, сол жақтан ау деймін, по-моему, қателеспесем. Мопед алып алдым, короче. Қазір көрсетемін. Мопед. Опа, дедік та. Былайынан қойып қойдық қой, короче. Құламай ма деген сұраққа міне мынандай. Мен де не алып алғам, мынандай присоска. Екеуін қойдым мына жерден, екеуін тартып байлап тастадым сыммен. Құламайды, мынау 90 килограмм, мен 90 килограмм ғой, негізі мына тұрады ол. Мына ізі тұр ғой міне. Шыққанда осыдан ұстап шығамда, мынада ручка, онда еш нәрсе жоқ. Осыдан ұстап шығам, 90 килограмм ғой, соны көтеріп жүр. И 90-180 ғой, короче. Мына мопед енді білмеймін қанша екен. 100 килограмм шығар асып кетсе. Осындай жігіттер міне, мынандай сатып алсаңдар болады. Тағы екеуін ба, үшеуін сатып алуың керек. Мынада ілетін жер жоқ та, холодильник, молодильник байлайтын ше. Осыны қойып тартып тастаймын ғой. Мына баны Ақсукент жерген жері ғой. Белые воды дейді. Оны удобрение алып кеткен жер, қайтып келген сол жерге. Біз баратын жер былай қарап дальше шығып кетеміз. Тараздың жолына қарап, Тараз, Алматы 5-6 километрден кейін адреске жетеміз. Бүгінге осы жігіттер мен что-то ауырайын деп жатыр, мұрным бұрқылдап. Осыны тез-тез апарып жатып, үйге барып жату керек. Видеоның соңында бәрін есептеп, қалай болды, не болды, бәрін айтып беремін. Кеттім мопедін көтеріп. Гайден қашқан қалады. Сонымен қорыққан ғой, шығуға ше, ұстап алады деп. Жас балалар ғой, доставкада жүрген. Сонымен айдеп тастадық. Машатовқа жетпей, Жібек жолы ауылына. Ал жігіттер, бүгінге осымен видеомыз тәмам. Сағат 1:45 кетті. Азанда үйде 9-дан шықтым. 5 сағат жұмыс істедім мен, 5 сағат. Бірінші рейстен 13 000 теңге берді. 200 килограмм удобрение апардым. Екінші рейстен 17 000 берді ғой. 16 000-ға келісіп, жолдан бір жерден кірді, тоқтады, күттім. Соны 17 000-ға көтерттім бағасын. Сонымен бүгін 30 000 теңге. Енді қазір бензин құям бір 4 000-ға. 4 000-ның бензині кетті, полный бак ет, бір шкала түсті.
Сонымен таза пайда 26 мың болады. Таза өзіме қалғаны. Әлде де көтеруге болады. 40-қа дейін 1-2 заказ орындауға болады. Енді ауырып мазам болмай сөйтіп тұрмын. Бүгіндікке жарар болса. Үйге барып жатып демалып емделуім керек. Күнде погодада бір тозылып кетеді, күн шығып кетеді, кіріп кетеді дегендей ғой, жаңбыр жауып кетеді. Сол ауыртты мені. Енді өз ойларыңызды білдіріп кетіңіздер. Енді жүрілген айтпақшы километражым бір 100 километрден көп жүрдім, бір 110 километрдей жүрдім ау деймін. Сонымен сондай 26 мыңдай теңге қалды өзіме таза. Енді өз ойларыңызды бөлісіп кетсеңіздер, аз көп, енді берекесін берсін, кім қанша тапса да. Сонда да енді білгім келеді, сіздер комментарийларыңызды оқып сөйтіп отырамын. Арнаға тіркелмесеңіздер, арнаға тіркеліңіздер, осындай видеолар шығып тұрады. Енді бұндай заказдар айтып қойын, күнде болмайды. Бұндай енді кейде болады, кейде былай дегендей ғой. Кейде 10 мыңмен қайтасың, кейде осылай 20 мың, 30 мыңмен қайтасың, 40 мың істейсің. Жақсы заказдар болса. Ал жігіттер, амандықта, саулықта кездескенше.